Сақалыңды сыйпама. Тәңірі тағала ең алғаш жер бетіне иелік ету үшін әбілет пен тәбілет деген екі мақұлықты жібереді. Оларға қақ тастан үй салып беріп, былай дейді: сендерді жер бетіне жібердім, қақ тастан үй тұрғыздым. Әдептен аспай менің берген нығметтеріме шүкіршілік етіп, сән салтанатпен тату тәтті тіршілік кешіңдер, ұрпақтарыңды көбейтіңдер. Бірақ некесіз дәретсіз қосылмаңдар, ұрпақтарың азады дейді. Олар мінсіз сұлу болғандықтан бір-бірін көріп ынтықты. Алланың әмірін ұмытып, некесіз қосылады. Одан ібіліс туады. Олардың бірінші ұрпағы некесіз болғандықтан тәбілеттің толғағы ауыр болыпты. Ол ібілісті қара тастың үстінде босанады. Сол кезде ібіліс иегімен қара тасқа құлап түседі. Содан иегі екіге жарылып, ойылып қалады. Қазақтағы иегің тасқа тигір деген қарғысы осыдан қалған екен. Ібіліс кейін ержеткенде иегіндегі жырықты жасыру үшін қауқада етіп сақал қойыпты. Бірақ сақалын жер ұшырып, иегіндегі жырық көрініп қалады екен. Ібіліс адам кейпінде ел ішіне кіргенде сақалы ашылып кетпес үшін үнемі екі қолымен сыйпай береді екен. Осыған байланысты қазақта сақалды сыйпай берме, шайтан қағып кетеді деген ырым қалыпты.